Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Есімім Жанат Болат. 2004 жылы Қытай Халық Республикасы Тарбағатай Шөшек Маралсу деген қыстауында дүниеге келгем. 2006 жылы Қазақстан Республикасына көшіп кеп, қазіргі таңда Жетісу облысы Алакөл ауданында тұрып жатырмын. Үйде екі баламыз, әпкем бар, және де мама папам бар, 4 адам. 2013 жылы алғашқы мектеп сыныбына бардым. 2021 мектеп бітірген едім. Алматы қаласында Абай атындағы ұлттық университетке дене шынықтыру пәні мұғалімі түскем. Осы повар болма, сол сала байланысы болды десем болады негізі. Мектеп сол Бұлақты орта мектебінде 11 сыныпты 2021 жылы бітіріп, Абай атындағы ұлттық университетке оқуға түсіп, ақыл бөлімге оқуға түстім. Сол оқудың ақшасы және де жүріс-тұрыс ақша керек болған даяшы жұмысын ала жүріп, сол поварлыққа қызығып, 2022 жылы 18-ге толған кезімде әскерге кеттім. Оқудан шығып кеттім де, әскерден келгеннен жұмысқа кірдім. Әскерде 3212 Қарасай Батыр атындағы атарда болдым. Жамбыл облысы. Мен осы сала негізі қызыққаным сол даяшы кезінен басталды. Әскерге кетіп қалған, әскерден келгеннен осы неге кірдім, осы кухня саласына кіріп, бір жылдай болып қалды, Алла қаласа, бір жылдай болды кухняда жүргеніме. Сентябрьда бір жыл болады, Алла қаласа. Осы қамырға қызыққаным өйткені себеп болған. Студент кезде жүрген кезде даяшы ағаларымыздың жасап жатқан лапшаларын көрдім, неше түрлі стандартта тартып жатады, елдер таңғалып жатады. Өзім де қызықтым осы лапшаға, тестасына. Осы лапшаны таңдадым қазір, лапшамен жұмыс жасаудамын. Ұстазым бар. Лапшадан үйреткен Есбол деген ағам бар, Қазанам Мұхамеджан деген ағам бар. Сол кісіге рахмет айтамын. Алла қаласа енді, Алла қойған мақсаттар, пландар бар енді, бұйыртса енді, Алла қалап жатса, арманымның бірі өзімнің бір жеке кафемді ашу. Халыққа сүйікті жақсы тамақтар шығарып беру, көңілден табу. Бізде китайский, дунганский ресторан болғандықтан бұл жерде Қытайдың атауымен аталған ғой, Шанхай деп. Солай Шанхай деп атау қойылды. Жұмыстан қызығы мен шыжығы бірге жүреді деген ауыр қызығы жеңілді. Бәрі жұмыста болады. Қамырың дұрыс шықпай қалады басында ең алғаш келген кездерде. Сол кезде жұмыстан шаршап кетесің, түңіліп кетесің. Соны үйренгеннен жүресің енді, күліп ойнап есіңе алып қойып арасында. Жасым 20-да, Алакөлдің баласымын, бойдақпын, бірақ сүйгенім бар. Бұйыртса, келесі жылы бұйыртса көреміз. Отбасымызда 2 ағайын боламыз. Әпкем бар, және де мен кенжесі, екіншісі, және де анам, әкем бар. 4-еміз. Анам наубайханада, намыстырада. Әкем болса көтермелі жұмыстар жасайды. Әпкем болса тұрмыс құрған. Мен осы повар саласында. Әр нәрсе тәртіппен болады ғой. Негізі бұның өзінің ешқандай бір ережесі қатып қалған заңдылық қағидасы жоқ. Бұл жерде адам деген тестаны сезіне білуінде ең главный тұзын, суын және де өзінің приправасын орны мен уақытымен бергенде дұрыс. Сол жерде мысалы біреу аз, біреу көп болып қалса, қамыр содан үзіліп, содан дұрыс болмайды. Негізі TikTok желісінде қарап тұрсаңыздар, көп неге жетіп кетті, просмотр 3,5 просмотр болып кетті 15 күннің ішінде. Ол жерде мен ресторанның ішінде жұмыс жасағаным емес, үй жағдайын жасап бергенім болды да, елді таң қалдырды. Ол салада айтатын болсақ, бұл жерде ешқандай құпия жоқ. Кәдімгі ұн, кәдімгі су, кәдімгі тұз істетеміз. Және де өзінің арнайлы приправасы бар, сол құйылады, суға езіліп. Сол бар болған сол тестаны сезіне білу керек. Қамырды негізі қолынан ептілігі бар адамдар ғана ұстайды деп ойлаймын. Ол қамырды бар ғой, жіңішке үзілмейтін қылып шығару деген, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол шындық, оны елдерде мойындап жатады. Негізі пікірлердің бәрі көбінесе бәрі жақсы. Бірақ көбінесе кейбір кісілер айтып жатады, басқа жұмыс жасай деген кісілер жатады. Бірақ ол кісілерге айтамын да, жұмысым таза, жақсы жер, жататын жерім бар, тегін, бәрі шүкір. Стройкада жүрген жоқпын деймін да. Ол кісілер ұқсап. Демалғым келсе демаламын, бәрі жақсы, өзімен айт. Бізде жұмыс 12-де басылады түскі, кешкі 12-де қайтамыз. Демалыс өзіңіздің сменіңе қарай, бірақ негізі демалуды қажет етпеймін негізі. Негізі ұсыныс болған осы TikTok желісінен кішкене сәл-сәл көтерілгеннен болды негізі. Рекламалап берсей, істеп берсей деген. Ол жерде мен барайын десем, ол жерде өзімнің командам бар да, командамды тастап кеткендей болмайсың да просто. Ол ақшаға бола кетіп қалсаң, ол жерде адамгершілігің қалмай қалады. Ұсыныстар болып жатыр. Алматы қаласында көбінесе болады, Алматы қаласында. Алматы қаласынан келетін кезде жақсы мастер-класстар офлайн түрде өткіздік. Точкаларға шақырып, үйлеріне барып, жақсы точкаларды. Солай бізде жұмыс. Мастер-класстар өйткені қызығушылық көп та елде өйткені. Солай екінің бірінен қолынан келе бермейді. Таң қалдырып қалды ғой. Негізі рекорд болғанда бізде қамырдың 5 түрлі стандарт шығады. Бізде келген қонақтарға 5 түрлі стандартта лапша ұсына аламыз. Лағманның да өзінің стандарт тестасын, өзінің стандарт қалаған тестасына жеуге болады. Негізі қамырды шикі кезінен, осы ұн кезінен бастап
кәдімгі осылай қалыпқа келтіру 12-13 минутта аралығында болған. Ол TikTok желісіне жарияланған ол видео. Ал енді тартуға келетін болсақ, енді менде онша қатты скорость жоқ. 8-9 секундта болады негізі тартуға. Бірақ қазіргі таңда тестаңызға байланысты ол кезде ше. Тестаңыз егер жұмсақ болған болса, жұмсақ теста тез тартылады. Бірақ сәл качество болмайды да. Бізде таңғалдырып жататын осы біркелкі шығатын стандарт болып шығады. Біркелкі көріп тұрғаныңыздар. Бұның өзіңіздің қалауыңызға қарай стандартты кішірейте бересіз. Мысалы, қандай стандартта жеңіз еді көрдіңіз. Ал енді бізде ең жіңішкесін көрсетейін, мощи. Бізде мына мощи деп жатады 1 мм. Сіздерге енді бұл домалақ түрлері ғой. Енді сіздерге 4-3 түрлерін көрсететін болсақ, бұны обязательно осы басып аламыз. Негізі нан-сома деген тамақтарды біліп жүрсеңіздер, нан-сома дегенге осы қамырлар беріледі. Ал енді бұдан да көже қылып ішемін десеңіздер, осындай біркелкі тестамыз шығады ғой. Осы бізде 5 стандарттың түрлері. Осындай 4-5 жуандай береді. Бұдан да қалың бар. Бұдан да қалыңдары бар. Осындай сачкалаған қамырын іздейді. Жалғыз үшін астын майла қою керек, майлаған жоқпыз. Сіздерге лагман тестасын көрсетейін, лагман теста деп атады ғой. Мына бізде лагман теста болады. Мына бізде лагман тестаға кетеді. Мына бізде лапшаға кетеді, кеспейге. Бұға жазып тұр, өйткені суға салынған жоқ. Мына бізде бұда кеспей кетеді. Нан-сома қылып жеуге де болады ғой бұны. Осылай бізде. Мен ол пікірге өте қарсымын, өйткені білесіздер, өздеріңізде неше түрлі аңыз әңгімелер бар негізі. Ер адамның ұл баланы жасаған тамағы дәмді болады. Мен оған негізі қарсымын, өйткені қамырмен жұмыс жасау бізде күнделікті 20-25 килограмм кетеді. Ол 20-25 килограмм ойлаңыздар, қаншама күшті қажет етеді ол қамырды. Қатты биленген қамырды осылай жұмсақ қылып шығарудың өзі қаншама күш, қаншама не тер кетеді. Ол әйел адамға ауыр деп ойлаймын. Негізі ер адам жасаған дұрыс. Ер адамға білінбейді ауырлығы. Қанша деймін кухняның жұмысы ауыр болады ол. Өйткені бізде білесіздер енді ресторан болған адам көп болады, орында көп, неше түрлі тамақтар береді. Оның бәрін әйел адамдар етпейді. Ер адам керек қой деп ойлаймын өз басым. Және де біз айта кететін жағдай болсақ, бізде қалған остатка қамыр бар ғой, соны қайдан осы аламыз да, осы позициямен айналдырып отырып, дайындап отырып, қайдан тартып бере-береміз, шыға береді стандарт. Тартатын кезде обязательно онан өткіземіз. Екі жағын бірдей ұстап тарта береміз ғой, өзімізге керекті стандарт шыққанша. Негізі пікірдің 100% пікір деп алатын болсақ, оның 99% жақсы пікір, 1% елдер айтады, оны да өнер болып па, мен де жасай аламын деп солай жазатындар бар. Неменде көбінесе солай жазатындар бар. Сон былай өте қатты қарсы болып жатқан ешкім жоқ. Пікірлердің бәрі дұрыс, оң. Ел қызығады. Оларға сұрақтарын айтып барынша жауап беруге және де үйретуге, түсіндіруге тырысып жатырмын. Қолымнан келгенше бәрін жасап жатырмын. Негізі қазақтың балаларының көбісі негізі поварлықта жүр осы салада. Мен ғана емес негізі. Талай мықты жігіттер бар. Жақсы тартатын, жақсы дайындайтын. Сол кісілерге, балаларға сәлем айтып отырып, жұмыстарына береке берсін. Істеріне сәттілік, ауырмасын, сырқамасын, тесталары әдемі болып шыға берсін. Лапшачник бала деп TikTok желісі танылғаным рас. Көбінесе пікірлер дұрыс. Ол жерде өзім қалай айтсам болады, для прикола салған болдым, лапшачник бала. Өйткені менде TikTok желісі стрим бәрі айтып, видеоларым бәрі лапша тарту, лапша дайындау қамыр болып кетті. Көбі сөйлейді, лапшачник бала деген андай прикол әзілдеп те жатады. Кейбіреулер дұрыс түсініп жатады. Солай негізі TikTok желісі солай лапшачник бала деп танылдым. Көрермендерім әйтеуір жақсы көреді ғой деген киім салып жіберіпті, рахмет оның үстіне де. Көшеде танып жатқан кезі бар, Алматыда жүрген кезде, сен TikTok-тағы бала емессің ба деген кез бар, сол кезде біртүрлі оқығаным бар енді. Негізі TikTok-та өзім TikTok желісі келгенімді айта кететін болса, негізі мәңгілік ел 17 Астана қаласында жұмыс жасаған кезде, сол жерде ағаларымыз TikTok желісі жүргізеді екен. Мен ол кезде TikTok желісін жүргізбегенмін, ұялатынмын. Сол кезде мен қамыр жасағанмын, сол кезде түсіріп салып жүретін. Видеолар нормально просмотр тұрып, мен де түсірсей деп, жарайды деп мен де видеоларымды түсіріп салып, содан бері ол кезде жаңар істеп тұратын. Қазір одан лапшачник бала деп атып қойдым.
ол лапшашник бала деген атты тиктоктағы көрермендерім таңдаған болатын. Қандай ат қояйын деп сол кезде өздеріне сұрағам. Сіз лапша бала деді, біреуі лапша созатын бала деді, біреуі жас аспаз деді, біреуі жас повар деп, шеф повар жанар деп жаз деді. Айттым, ой, мен шеф емеспін, ағайын, құр лапшашникпін деп. Давай лапшашник бала деп, лапшашник баланы таңдағанбыз. Алғашында, ең алғаш тикток желісін осы мен кухня саласына келмей тұрған кезде, өзім ауылдағы жағдайлар салып жүре бердім. Сол кезде 2560-тай адам болды. Сонымен сентябрь айында осы кухняға кірдім, осы Пандалайменға. Пандалайманда істеп жатқан кезде Мәңгілік ел 17-тегі Мага деген ағам бар. Сол кісінің қасына барған кезде, ол кісі шеф повар ғой. Сол кісінің қасына барған кезде тикток желісін жүргіздім. И Олег деген дос балам бар, ағам, жұмыстағы әріптесім ағам. Сол кісі давай видео жасап береміз саған, давай деп видеолар жасап, видеолар салдық. Сол мән бермеп, ұмытып кеттім, заказ беріп жүрміз. Келем +99 новый подписчик и +99 лайк дейді. Қарасақ пікірлер кеткен. Сосын давай дальше саламыз деп салып, январь айынан басталған, жаңа жылдан кейін бастап салдық. Қазіргі таңда 42 мың подписчик бар. Бұйырғаны.